колхоз совхоздардың бәрін сол границада қайтадан орнына келтіруіміз керек. Біз оларға кредит бермеуіміз керек халыққа біз жаңағы бүткіл техникасын, автомобиль керек па, трактор керек па, бәрін халыққа беруіміз керек, жаңағы бесплатно. Халық өзі жерінде, мемлекеттің жерінде өзі жұмыс істесін, коллективный хозяйство ретінде. Мен аграрлық саясаттың ішінде бәрін айттым. Бұл негізгі мәселе аграрлық саясаттың ішінде. Мына ауыл шаруашылығындағы жерлерді қаншама миллиондаған гектар жері, мына жерде мына Шымкентте Терещенко деген болды, 400 мың гектар жер жекеменшігінде дейді, Терещенко. Мына Шымкенттің өзінде қаншама жерді жекеменшікке сатып жіберді. Сол жекеменшікке сатылған жерлердің бәрі мемлекеттің меншігіне қайтарылу керек. Көл менікі, мына жер менікі, мынау менікі деп жекесіне тартпаған, бүткіл халық пайдаланған. Сондықтан біздің жерімізді, көлімізді ұлтшылсыз, ешқандай несіз, қай жерде мал бағымыз керек, сол жерде мал бағуымыз керек. Сондықтан аграрлық саясаттың ең негізгі мәселесі, біз мысалға біз жөнді қазір жердің астында көміп жатырмыз. Қаншама астық, мыңдаған тонна астық далада қалды, көздеріңіз көрдіңіздер. Қаншама мыңдаған тонна картошка далада қалып жатыр. Қазір картошка 300-400 теңгеде қымбаттап кетіп жатыр. 500-ге. Бұның бәрі неге істелініп жатыр? Себебі мемлекеттің мына аграрлық саясаты жоқ, жолдастар. Мемлекет біз сізге субсидия бердік, мына субсидия алыңыз дейді. Субсидия мен аграрлық саясат шешілмейді, жолдастар. Біз мемлекет аграрлық саясатты дұрыстап қазақы ретінде, қазақ халқына қатысты аграрлық саясат жүргізу керек. Енді мен сіздерді көп уақыттарыңызды алмайын. Мына аграрлық саясатта міне 2 бет бойында бәрін жазылған. Біз тері илейтін, жүн илейтін, жүн нететін, сүт завод, барлық заводты ауылдарға салуымыз керек. Осындай районный центрларға салуымыз керек. Сол жерге жұмыс орнын ашуымыз керек. Кем дегенде ауылда жұмыс істейтін адамдар кем дегенде 500-700 мыңға дейін айлық алу керек. Мемлекет айлықты мемлекет төлеу керек оларға. Олар товарды шығарады, сол товарды мемлекет сатып алу керек. Мемлекеттің проблемасы сол товарды экспортқа шығару, бұл мемлекеттің проблемасы. Біз көрдіңіз бе? Сондықтан біз айтамыз, сіз мақтаны өндіріңіз, мақтаны шығарыңыз да, мақтаны өзіңіз экспортқа шығарыңыз дейді. Ондай мемлекет болмайды. Ондай үкімет неге керек? Біздер егер біздің шығарған затымызды экспортқа шығарылмаса. Көрдіңіздер ме? Міне аграрлық саясаттың ішінде, жолдастар, мен бәрін жаздым. Аграрлық саясат. Келесі саясат, индустриалдық саясат. Мына индустриалдық саясатты кешіріңіздер, қазір бізде сатқын саясат жүргізіп отырмыз. Неге мен сатқын саясат деймін? Себебі біз өзіміздің бүткіл завод фабрикаларымызды жекеге сатып жібердік. Бүткіл завод фабрикаларымызды шетелдіктерге сатып жібердік. Триллиондаған шетелдіктер пайда көріп отыр біздің завод фабрикаларымызда.